Өткен жылдың 22 желтоқсан күні Мадридтік Реал клубтық әлем чемпионатының финалда арабиялық Аль-Айн клубын 4-1 есебімен жеңіп, ресми жеңген кубоктары бойынша Барселонамен теңесті. Қазірде каталондықтарда да, патшалық клубта да ресми заманауи чемпионаттардың 90 кубогы бар. Ал футбол тарихындағы ең көп жүлдесі бар команда кім екен? Бүгін білетін боласыздар. Есепке тек ресми чемпионаттар мен лигалардың кубоктарын емес, қазіргі таңда ойналмайтын чемпионаттардың жүлделерін де аламыз. Жалпы айтқанда, клубтың тарихындағы барлық титулдарды арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Рейтингта шатын португалиялық Бенфика клубы 114 жылда Лиссабонды клуб 87 титулдың чемпионы болған. Оның ішіне 36 Португалия чемпионаты, 29 Португалия кубогы және де 7 Португалия суперкубогы мен Лига кубогы кіреді. Сондай-ақ Бенфика 3 рет Европалық кубоктардың чемпионы болған. 2 рет Европа чемпиондар кубогы және де 1 рет клубтық әлем чемпионаты. Порту мен Бенфиканы жиі салыстырып Португалды классико деп жатады. Алайда Бенфика жанкүйерлері жеңген кубоктарын аргумент ретінде келтірсе, Порту жанкүйерлері өз кубоктарының маңыздылығын алға тартады. 4-ші орынға шотландиялық Селтик футбол клубы жайғасады. Глазго қаласының Селтик клубы осыдан 131 жыл бұрын құрылған болатын. Селтиктің Европалық аренадағы ерекшелігі өте тұрақты футбол көрсете біледі. 1887 жылдан бастап команданы небәрі 20 бапкер жаттықтырған болатын. Және де олардың барлығы айтарлықтай трюмфтарды бағындырған. Құрылған сәттен бастап Селтик 142 кубоктың чемпионы болған. Оның ішіне 49 Шотландия чемпионаты, 38 Шотландия кубогы және де 1 Европа чемпиондар кубогы кіреді. Достар, арнамыздың тұрақты серіктесі 1xBet компаниясында ғана профессионалды қызмет көрсету, жылдам әрі сапалы жұмыс және спорттық тәртіптер сақталады. Қазіргі уақытта компания көптеген керемет конкурстар ұйымдастыруда. Жүлделі орындарға iPhone XS-тен бастап Toyota Camry 70 автокөлігіне дейін сыйға тартылады. Төмендегі сілтемеге өтіп, ережелермен танысып, бағыңды сынап көр. 1xBet сілтемесі төменде. 3-ші орында Мадридтік Реал алады. Патшалық клуб құрылған сәттен бастап 143 титулдың чемпионы атанған болатын. Оның ішіне 33 Испания чемпионаты, 19 Испания кубогы, 10 Испания суперкубогы, 1 Лига кубогы, 23 регионалды чемпионат кубогы және де Европалық кубоктерге келсек, адам сенгісіз 13 чемпиондар кубогы, 2 УЕФА кубогы, 4 УЕФА суперкубогы, 3 континенталь кубогы және де 4 клубтық әлем чемпионаты кіреді. Келісіңіз, фантастикалық жетістік емес пе? Екінші орын Барселона. Каталонды клуб құрылған сәттен бастап 177 кубоктың жеңімпазы болған болатын. Оның ішіне 25 Испания чемпионаты, 30 Испания кубогы, 13 Испания суперкубогы, Европалық аренада 5 чемпиондар кубогы, 5 УЕФА суперкубогы және де 3 клубтық әлем чемпионатының кубогы кіреді. Сөзсіз, Барселона жай ғана клуб еместігін сөзбен ғана емес, іспен де дәлелдейді. Және де 1-ші орынға шотландиялық Рейнджерс клубы жайғасады. 1872 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Глазго клуб 208 титулдың чемпионы болған болатын. Оның ішіне 54 Шотландия чемпионаты, 33 Шотландия кубогы, 28 Лига кубогы, Европалық аренада 1 кубок жеңімпаздарының кубогы кіреді. Бұған қарамастан Рейнджерс Европаның ең жүлделі клубы болып қала береді. Өткен маусымнан бастап клубтың қаржылық жағын ірі компания қолға алды. Сондықтан бұл рекордтарын жақын арада жаңартулары әбден мүмкін. Достар, арнамыздың басқа желілердегі парақшаларына міндетті түрде жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Келесі бейнероликтердің тақырыбын комментарияға ұсынып, осы бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше достар, футбол бірінші орында.